Бәріне сәлем достар, сіздермен Алишка. Бүгін бізде челлендж. Вообще андай состав бар ғой. Бойцы, тиктокеры, блогеры. Батырбай, алғашқы рет қай келдің деп түсінбей тұрған сияқты бар ғой ол деген. Темірлан Ержанович то же самое. Бірінші рет каналда. Дастан Бекен, Озат, қалғандарын енді білесіздер ғой. Ерасыл, Тималиша, Амбал және Вратарь. Вратарь атың кім? Дулат, иә? Не вот сен білмейсің. Дулат. Әр онтан кейін наказание болады жеге. Наказание, короче, телефонмен связанный болады. Ол жерде неше түрлі задание. Жеңілген команданың барлығы кезек-кезекте соны орындайды. Рандомно шешеміз. Опа! Тарт қолыңды, тарт! Не, жоқ, не надо. Рубанное сообщение, Қалай дайынсың ба? Бүгін? Кеше ғана естідім ғой. Алишка каналына келді деген ол. Ничего не будет. Жағалынып шақырдың ғой. Ой, қойшы бір рет жаз еді, болды братан, келем дедің ғой. Бізде бірінші раунд самый классический лонгшот. Как обычно, әдемілеп тұрып бастау керек, ең бірінші. Өйткені бүгін мындай телефонмен наказаниялар кішкене неприятный, енді жесткий айтып ғой, но неприятный. И воротада өте жақсы удар негізі. Осыған дейін самый лучший вратарь шығар за всю историю канала. Тесілуге дайынсың ба, родной? Өткізбесең бокс деген. Бізде Амбал қазір. Пока что бірден жеңіліп жатырмыз. Амбалға чуть надежда бар енді ше. Ят. Что там, Батыр? Как ты? Ты сразу орысша ауыз кетесің. Да, на казахском плохо разговариваю. Не, нормально. Но понимаю. Не в темчик здесь. Не, нормально, наоборот. Пока привыкну. Сколько у тебя подписчиков? Да хватает. Я люблю. Все. Фуф. Наверное, это первый удар за мои последние 4 месяца. Вообще не играл. Әйтеуір бәрі-бірімен ұрысып жатыр. Бізде, короче, командада недопониманиялар. Қазір білемін, последний раз допты қашан теппін. Қазір створ тегізсем, соның өзі шүкір. Не болды, маған Дулат айтшы, не болды? Бүгінгі видеоның демеушісі Tennis.kz букмекерлік кеңсесі. Олар Қайраттың лига чемпионлыққа шыққанына орай наши 25 промокодын ұсынған болатын. Төмендегі сілтеме арқылы өтіп, 2 рет 3000 теңгеден толықтырсаңыз, 20 000 теңге фрибет беріледі. Ержанович командасы ұтты. Біз жеңілдік енді. Қазір кезектен наказание орындаймыз. Instagram дайректегі кез келген бір сообщениені оқимыз. Бай, берсе де біреуін таңдайсыз. Не демей тұрған, не толайық кішкене. Опа! Тарт қолыңды, тарт! Чина дейді. Тарт қолыңды. Бәлен аққан не, интернет істемей тұрмыз. Болды, олай оқымайсың ғой. Оқимын ғой, неге оқымайсың? Қатты оқып болмайды. Айрек оқимыз деді. Соңғы сообщениесі Ответ в телеграме. Кез келген WhatsApp-тағы бір сообщение оқу керек. Бете сайын ба? Былай істейсің да, короче, былай істе и тоқта, потом өзіміз выбирать етеміз қандай сообщение екен. Мынау ғой. Оқу керек. Болмайды. Болады деймін. Стоп. Когда на любой осыны. Жоқ, біреуін қойыңдаршы, біреуін қойыңдар. Осы жақтан біреуін. Болды, ашып қойдың да. Не? Тым жоқ. Ераның браузерский историясын көрейікші. Ена пальцет қалды. Ена браузерді ұзантет одан қарсындыршы. Бұда запись экран жоқ шығын. Запись экран жоқ маған, мынау камера керек болды. Бұл историяны қойсын. Странно, мен еще былайсы мне. Хоп, кім менің телефонымды тауып алады? Жеги, менде история, мне, қараңдар, мне. Джей-лига, протокол событий Джей-лига, мини-футбол.
күндей жарқырап, айқын емес екен, Марсель айтады екен. Күндей жарқырап. чат GPT-дағы запростарыңды көреміз. Написать любовное сообщение! Написать любовное сообщение! Объяснение геморроя. Геморрой шығып кетті жегенде. Нормально, күлетін жағдай Жоқ, емес. соны я көрсетсе оқықта дальше. Болды. Жоқ, наказ оқықта. Оқықта. Көрсеттің ғой, болды оқыдың мұны. Жоқ, енді бізде оқықта дұрыстап кәрі. Бля, пизду нахуй. Бәрі жиналсын. Так, бізде екінші раунд, енді өздерің вывод жасайсыңдар, кім көрсетті, көрсетпеді, енді мен білмеймін. Мен өз басым көрсеттім барлығын, все нормально. Сондықтан, короче, бірінші бізде екінші раунд, ол выход 1-1. То же самое, кімде көп гол, сол осы раундты алып кетеді. Бір командамыз ғой, бір командамыз нормально болады. Басына тимей қалды, аяғым. Тура менде де сондай болды. Алдыған оны, вот без шуток говорю. Жоқ, мен командамдағы игроктар өздері сенбесе, мен не істеймін енді? Как обычно, боқтап отыр мен. Браво! Замахқа ұшып кетті, ну ничего страшного, нормально. Один из лучших вратарей в Казани. Совет айтайын, короче. Шығады ғой бірге бір. Сразу жүгіріп шықшы, сразу шошытып ше, жүгір. Қапты ма? Иә, сразу. Жақсы. Хорошо, молодец, хорошо. Сразу жүгіріп шықшы, сразу шошытып ше, жүгір. Қапты ма? Иә, сразу. Секундтан шықты. Бля, ұзақ болып кетті. Молодец, счет 2-1. Пока что біз жеңіп жатырық. Неужели біз осы раундты алып кетеміз, короче. Все, давайте до промаха кеттік. Жоқ, мен тебем, я өзім тебем қазір. Просто просака тебесің. Короче, команда теппей жатып, ой сияқты хейт істетеді, конечно, соға алмайсың. Ана бірінші раундың өтірік болды, енді қазір көреміз соғатын, соқпайтын. Давай. Негізі уверенность деген сөз грек тіліне аударғанда дастан екен деген. Кірмей қалып төле қалып жүрсе. Штанға тиіп. Кез келген досыңа звондап 1 миллион ақша сұрау, короче. Ол кәр беріп, мен Каспийма жіберіп, ол мен оны алып шыға алмай пиздец так болып емесіз. Ассалаумалейкум. Брат, сен телефон сатып жүрсің қазір, иә? 1 миллион қарызға шықпай ма, брат? Ана мен өзім закуп қойып қалған. 1-2 аптаға 1 миллион бере тұршы, мен саған қайтарып беремін. Натуре там бүкіл закуп қойып қалған. Подкаст дастыр базар. Базар спортсмен екен көріп тұр. Келу жан көреді екен базар. Неге себетін етін айтпайсың? Ағайында парольді ұмытпаңдар міне. Оп, чүк, жеті. Раз, два, три, 4, стоп! Орел. Давай, вот, чүк, раз, чүк.
деньги. Ақшаны қашан қайтарасың? Мне получил, не. Вот, браво, 42 тысячи хорош, отправил, хорош, 42 тысячи отправил. Мне хара, иди, государственное кредитное бюро, чтобы его пожалели, типа, кредит хотя бы отвоевался. Мразь, жесть. ССО, типа, неме, ну, 200 дирхам в тенге, подъедут, сейчас он, типа, мягкий наклейки. Вау, объясни, он сейчас самочувствие. Сен, давай, кішкене. Маркесей, постурай сен. Маленькими же, сен малсың. Келесі раунд бізде заключающий раунд, ол просто пенальти обычно. Девятка, райондегі матч. қалай шығып тұрмын Изначально біз андай бір-бірімен бір связь жоқ, бәрі бір-бірімен ұрысып жатыр, боқтасып жатыр, андай кішкене бір-бірін қолдау деген жоқ. И вот и соның арқасында міне жеңілдік конкретно. Вот и все. Ой, центр. Что-то, блин. Я вообще в угол хотел, мало. Хорош. Телеграмдағы кез келген бір сообщениені оқу. Последний? Не последний, а вот сейчас мы скроллим. Давай. Скроллим. Останавливаем. Домой. Подожди, а дай я посмотрю. Не, давай не я. Не, почему? Что, оқи салайық? Нет, что? А, ну сейчас, давай. Домой. Привет, Привет, Ай, спасибо. Нет, все, не надо. Давай другой. Не, заблюрим там все, короче. Не, давай другой, ты ебать нашел. Вот это посмотри, А вот смотри, ты знаешь, это, конечно, вторая игра еще. Разговор про Москву, смешные серии. Вот от только из келген сообщения, то же самое. Тык. Неден мен отыр. Тоқтады ол. Давай. Алим дейді. Шура езді. Маленько Альтаир дейді, ашпаған. Прикинь. Давай, Альтаир, обидного матча. Ержаныч, спасибо огромное за такие теплые слова, мне очень приятно. Игнор, не зашли, пойду еще. Ну, короче, просто я құттықтаған, и вот соны жалып кетті, все. Нормально, короче. Ну, короче, Ержаныч, тебе повезло. Не болса, да? 30 секунд, история браузера. Иллюзия обмана, резюме, китайский юань тенге дейді. 24 недель беременности дейді. Короче, әйелім екі қабатқа. Жоқ, ничего не говорим. Геморрой, трубу, что делать, когда геморрой? Давай, Озат. Кез келген медийный адамнан миллион сұрау. қарызға миллион теңге керек болып тұр срочно проект жабуға. Менде жоқ. Сенен басқа адам болмай тұр ғой, короче. Кімге жауап беремін? Жоқ, өзіме ғой, алдымдағы проект қой. Максимум қанша бар қазір? Примерно 1 сағатта алатын жері. Мен наличка тап просто. Бір сағатқа ма? Иә. Так, Озат, ол сумманы ешкімге айтуға болмайды оның сумманы. Мен вообще қозғалмайды сумма. Жоқ, максимум қанша бар? Примерно 200 ба хотя бы. 200 смело ғой, 200. Да, соны жібере тұршы, қайтадан жібере. Да. На видео пусть лям берем деп айтсыңдаршы. Қазір жіберем дей салсын. Ассаламу алейкум. Вот, короче, срочно. Басқа адам жоқ, короче, сен самый мен сенімді адам болыпсың, короче. Срочно миллион керек болып отыр. Қаржы болып тұрса керек, кредит. Давай, смело. Қойшы? Қашанға дейін? Примерно 2 ай ғой. 2 ай ғой. Білесің, зарплата жетпейді ғой миллионға. Еще бір айдан кейін келетін болса сұраймын сен, қабылдасаң сол кезде. Смело.
давай дұрыс. Достар, короче, осы видео ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар және де каналға жазылыңыздар.